Нұрғиса Тілендиев туралы 3 дерек. Бірінші дерек. Нұрғиса Тілендиевті өнер жолына салған Ахмет Жұбановтың өзі. Ахмет Жұбанов кішкентай баланың домбырада ойнап отырғанын байқап, анасына 6 жасар баланы музыка мектебіне беру керектігін айтқан. 12-ге келгенде Жұбанов Тілендиевке домбыра сыйлады. Ол домбыраны Тілендиев көзінің қарашығындай сақтап, домбыраны Дариға деп атады. Бір қызығы, Тілендиев барлық домбыраларына ат қойған. Кейін 27 жыл өтіп, Ахмет Жұбанов атындағы республикалық музыка мектеп-интернатының ашылуына орай Тілендиев мектепке рояльді сыйға тартты. Ол рояль қазіргі таңда мектептің мұражайында тұр. Екінші дерек. Нұрғиса Тілендиев консерваторияда оқып жүрген кезінде Дина Нұрпейісованың қолынан күй үйренгендердің бірі болды. Дина апамыз жігерлі, қайсар, айбынды адам болды. Кейбір жағдайларда ащы сөздерді де айтып жіберген. Жаңа күйді бір естігеннен үйрене алмаған домбырашыдан ештеңе шықпайды деп айтқан сөздері бар. Үшінші дерек. Әйгілі замандас композиторлар Нұрғиса Тілендиевті 20 ғасырдың құбылысы деп жоғары бағалады. Оның себебі Нұрағаның көп қырлы дарындылығының шексіздігінде. 5 жасында ол домбырада ойнап бастады. 12 жасында Құрманғазы оркестрінің концертмейстері болды. 14 жасында дирижерлік етті. Отырар сазы оркестрін құрды. Қазақфильмде музыкалық редактор міндетін атқарды. 500-ден астам шығарма жазды.